Senin жынды класстастарың. Так, Асқар, сен кім баласың? Мен мама папам баласына. Мелет сенше? Ол атасының баласы. Қарасаңшы, рубашкасын киіп алған. Атасының иісі шығып тұр. Ей, балам. Мелет, отыр екі. Ой, ағай, қойыңызшы, бүгін бірінші тәуір алдап тұрсың. Отыр екі деймін саған. Ой, ағай, журналға да күнде... Мал, отыр екі. Дайындалған шынымен екі қойып отыр. Бірінші тәуір ше. Толқой деп отыр ғой. Ары қарай жазамыз. Ағай, мен қалып кеттім. Қай жерде қалып кеттің? Үйдегілердің бәрі тойға кетіп қалды, мен қалып кеттім. Так, Мелет, Асқар. Ей! Салфетка бар ма? Жоқ. Құтты басын, құтты басын, құтты басын. Қалайсың, Мұрат, амансың ба? Өзің айсың. Шүкір. Кір. Отыр. Отыр, ұялма өзіңді. Отыр. Өз үйіңде сезін өзіңді. Өз үйімде? Иә. Брат? Жа! Ойбай, кешір. Бля, тамақ қашан пісет? Сейчас. Бля, светті өшіш. Хорошо. Брат, құйып ішші. Кет. Мәке, осы ғой, жұмыс дұрыс болмай жатыр. Ей! Жай сөйлесіңдерші кішкене. Атаң үйінде отырсың ба? Машиналар тайып жатыр. Біздің көтімізге біреу тайып кеп кіріп кетті. Бұндай сарапина ма, не мынау? Арт жағы сынды, артқы фары, артқы бампері. Кәдімгідей кетіп қалды енді. Бұның өзі сынақ шығар, бұйырғаны осы болып тұр ғой енді. Могей, темір ғой, брат. Нормально, брат. Енді сен көтіңе кіріп отыр ғой біреу, мысалы. Мысалы, қарап тұрсаң. Айтам ғой, көтке кірмеңдер. Енді жер тайға кіріп кетеді ғой ол бәле оң. Брат, қарашы маған. Мог. Нормально. Жолға шыққанда абайлап өздеріңізге қарап жүріңіздер. Мынандай жағдай бұйырмасын бастарыңызға. Мен ұйқыммен қалай күресемін? Ана баланы жіберсе ағам, 4-ке де ұйықтады ғой ол. Ұят болды ғой уже. Жата берсін, не қыласың ол? Ана уже ұйқыдан тұрып, жұмысына кірісу керек. Мемлекеттік жұмыс істеп жатқан жоқ қой, блогер ғой, өзі біледі қашан тұрып жұмыс істесе де. Ұйықтай бер. Адам айтма. Так, стоп, братишка, сен мен 5 минут сайын ашсаң, біреулер маған продукт әкеп қояды деп ойлайсың ба? Ішке әлі тәттілермен толтырып қояды деп ойлайсың ба? А? Елдеріңде әке қандастарың жоқ па не? Сен не шатасып тұрсың? I'm a hustler, выполняю трюки больше, чем у Кали Массела. Я не бодибилдер, но мои карманы мускулы. Если я лампами, вы ночники, вы тусклые.